Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге өте ерекше, өте дәмді бір тағам дайындайтын боламыз. Ендеше көп созбай видеоны бастаймыз. Ең алдымен етімізді қуырып аламыз. Етімізді қуырып алғаннан соң пиязымызды қосып, тағы да жақсылап қуырамыз. Томат пастасын салып араластырамыз. Сәбізіміз бен картошкамызды салып аламыз. Суымызды қосып, дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз, лавровый листімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қайнаған соң отты бәсеңдетеміз. Енді кезекте күрішін пісіретін боламыз. Қызып тұрған ыдысымызға майымызды қосып, кішкентай кеспелерімізді қуырып аламыз. Кеспелеріміз сарғайғаннан кейін күрішімізді салып, суымызды құйып 30 минутта пісіреміз. 30 минуттан соң біздің подливіміз де күрішіміз де дайын болып шығады. Дайын болған тағамымызды қонақтарға ұсынамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі салатпен ұсынсаңыздар болады. Және бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий алдырып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.